Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз үй жағдайында бақлава пісіретін боламыз. Бізге ол үшін қаймақ, 2 жұмыртқа, шекер, сары май, ұн және қопсытқыш керек болады. Және осындай өлшейтін таразды қолданамыз. Ең алдымен жұмыртқаның 2 сарысына біз 50 грамм шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бұның үстінен біз қаймағымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Үстінен сары майымызды салып, тағы жақсылап миксерлеп араластырамыз. Енді біз осы сұйық массамыздың үстіне құрғақ массаларымызды қосатын боламыз. Ол үшін ұнымызға бір шай қасық разрыхителімізді салып, және сетадан өткізіп, осылай сұйық массаның үстіне қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Ұнымыздың барлығын осылай салып, жақсылап қамыр жасайтын боламыз. Және ол қамырды 15 минутқа ғана демалдыратын боламыз. Осылай басында осындай күрекшемен араластырып алып, содан кейін өзіміздің қолымыздың күшімен жұмсақ қамырды илеп аламыз. Оның құрамы сіздерде 150 емес, мүмкін 200 кетуі мүмкін. Себебі жұмыртқаның көлеміне байланысты болады. Егер үлкен жұмыртқалар болса, кішкене көбірек ұн кетеді. Кішкене жұмыртқа болса, онда сол 150 грамм ұнмен қамыр жасап аласыздар. Қамыр өте жұмсақ, әрі қолға жабысып тұруы мүмкін. Сондықтан кішкене үстінен тағы ұн қоссаңыздар болады. Міне бізде осындай сап-сары, жұмсақ, осындай қамыр пайда болады. Бұл қамырды қазір біз 15 минутқа тындырып қоямыз. Ал 15 минуттың ішінде біз бақлавамыздың арасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Біз бақлаваның салмасын дайындау үшін осылай грек жаңғағын осындай блендердің көмегімен ұсақтап алатын боламыз. Бұл жерде бізде 200 грамм грек жаңғағы. Соны жақсылап міне осылай біз жаңғағымызды ұсақтап алдық. Енді салмамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Жұмыртқамыздың ағына біз тағы да 50 грамм шекерімізді қосып, жақсылап ақ көбік болғанша миксерлеп алатын боламыз. Ағымыздың үстіне 50 грамм шекерді қосамыз. Жақсылап миксерлеп аламыз.
Ендігі кезекте біз қамырымызды таразыға өлшеп, теңге 2 бөлікке бөлетін боламыз. 372 шықты, оны теңге 2-ге бөліп, қазір біз пахлавамыздың қамырын дайындайтын боламыз. Қамырымызды осылай 2-ге бөліп алдық. Енді бір қамырымызды жайып, арасына салмамызды салып, пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай диаметр 20 сантиметрлік форма, осыған қамырымызды орналастырамыз. Қамырымыз міне осындай болып шықты. Жақсылап орналастырып, енді осының үстінен біз салмамызды саламыз. Мен өзім кішкене форманы және көлемін барлығын құрамын аз қылып істедім, үйде адам аз болғандықтан. Міне осылай қамырымызды орналастырамыз. Жұмыртқамыздың үстінен осылай жаңғағымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымыздың үстіне саламыз. Жақсылап араластырып, міне салмамыз осындай болады. Осыны қазір қамырымыздың үстіне салатын боламыз. Қамырымыздың үстіне салмамызды салып, тегістейміз, бетін тегістейміз. Осылай бір тегіс қылып, форманы айналдыра отырып істесеңіздер болады. Осылай күрекшенің көмегімен бір тегіс қылып жасап шығамыз. Енді жаңалегі екінші бөлік қамырымызды осы салмамыздың үстіне орналастырып, жабатын, қақпақ қылып жабатын боламыз. Осылай жақсылап орналастырамыз. Қолымызбен бетін тегістеп жіберсек те болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын осылай әдемілеп жағамыз. Пахлавамыз сондай сары әдемі болып пісу үшін. Бір тегіс әдемі алып жағып шығамыз.
және осылай шанышқының көмегімен біз узор түсіретін боламыз. Осылай бүйтіп сызып шықсаңыздар болады. Кішкене қамыр туралап жібереміз. Және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша узор салмасаңыздар да болады. Және үйде қолда бар сондай түрлі жаңғақпен немесе арахиспен өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеулеріңізге болады. Мен осылай қалған жаңғақтың дәндерімен әсемдейтін боламын. Енді осыны әсел пешімізде 30-35 минуттай 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Өте нәзік, өте дәмді, жұмсақ болып шықты қыздар. Міндетті түрде істеп көріңіздер. Көп уақыт алмайды, дәмі де өте ерекше, қонаққа қойғанға да, үй ішіңізді қуантқанға да, және әрбір қонағымызды күткенге өте ыңғайлы осындай әдемі пахлава болып шықты.